Сәлеметсіңдер ме балалар? Сендер ертегі тыңдағыларың келе ма? Иә. Үйде ертегі айтып бере ма әжелерің? Иә. Мен енді бүгін сендерге қызыл алма ертегісін оқып беремін. Міне балалар, күндердің күнінде сары сиыр жайылып жүреді. Ол ыстық күнде ыстықтаған соң міне талдың түбіне жатып демалады. Демалып жатқан сиыр талдағы қызыл алмаларды көзі түсіп ойланады. Мен осы жердегі шөптерді жей беремін. Неге жоғарыдағы жемістерді жемеймін деп ойланып, талдағы алмаларды жегісі келіп талдың төбесіне қарап қолын созып, алманы жегісі келеді. Оған қолы жетпейді. Деп қолын созса, ала алмайтынын түсінеді. Сөйтіп жан-жағына қарап, көмек іздейді. Жан-жағына қарап көмек іздесе, қасында қара қозы жайылып жүр екен. Қара қозыны көмекке шақырады. Қозы жүгіріп келіп, сиырдың үстіне шығып алады. Көрдіңдер ме? Иә. Сиырдың үстіне шығып алады. Мә, деп қолын созады. Талға жете алмайды. Ал қозы да көмекке іздейді. Тағы жан-жағына қараса, не бар екен жан-жағында? Ешкі бар екен, иә? Ешкіні шақырады. Ешкі жүгіріп келіп, қойдың үстіне шығып алады. Ақ ешкіде қолын созса, талға қолы жетпейді. Талға қолы жетпеген соң, ешкінің көзі қоянға түседі. Міне, қоян. Қояннан көмек сұрайды. Қоян жарайды деп секіріп, ауқала деп, қоянның басына шығып алады екен. Қоян да қолын созады. Қоянның да талға қолы жетпейді екен. Өйткені тал шамалы өсіп кетеді. Енді қоянның көзі келе жатқан, қасында қарап тұрған кірпіге түседі. Міне балалар, кірпіге түсіп, жануарлар кірпіге айтады жағдайын. Біз осы талдағы қызыл алманы алмай жатырмын, маған көмек беріңдер дейді. Сонда кірпі, жарайды, мен сендерге көмек беремін деп келіп, секіріп, сиырдың үстіне секіреді, одан қойдың үстіне, одан ешкінің үстіне секіреді, одан қоянның үстіне секіреді, қоянның төбесіне шығып алып, қолын созады. Тал тағы кішкене өсіп кетеді екен. Одан кірпі шағығысы келеді. Кірпі жан-жағына қарайды. Ешкім жоқ екен. Жан-жағына қараса, ешкім жоқ көшеде. Оның үстіне, кірпінің үстіне ешкім міне алмайтынын кірпі ойлап, өзі тәуекел деп, қолын талға созып секіреді. Сөйтіп, талдың бұтағын ұстап алады. Оған жануарлар қуанып кетеді. Алақай, қолы жетті кірпінің деп, кірпі талды сілкейді. Сөйтіп тұрғанда бүкіл алма жерге түседі. Сөйтіп кірпі бүкіл жануарларды алмаға тойдырады. Бәрі қуанып, алманы жейді. Кірпіге рахметін айтады. Сөйтіп балалар тарқасады. Алғаш жеген сиыр риза болып қайтады. Көрдіңдер ме балалар? Иә. Балалар, сендерге ертегі ұнады ма? Иә. Алманы кім түсіреді? Кірпі. Соңында кірпі түсіреді екен, иә? Жұмыла көтерген жүк жеңілдеп, бәрі жабылып, бір-бірінің үстіне мініп, мұраттарына жетіп, алманы алады екен. Жарайсыңдар балалар.